Құрметті бүгінгі Шерхан Мұртаза атындағы Тараз инновациялық институтын бітіруші түлектер және осында түлектермен бірге осы қуанышты бөліскелі келіп отырған ата-аналар, осы біздің түлектерімізге 4 жыл бойы сапалы білім мен тәрбие берген профессор оқытушылар және де осы бүгінгі диплом тапсыру салтанатына арнайы келіп отырған біздің осы өңіріміздегі зиялы қауым, барлықтарыңызды бүгінгі осы біздің институтымыздың түлектердің диплом алу күнмен шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгін мен сіздердің орталарыңызға ерекше сезіммен келіп отырмын. Жылда осы диплом тапсыру салтанатын бас қасында өзім болып, өзім ұйымдастырып, осының әрбір ұйымдастырылу сәтінде өзім тікелей ат салысып, осы дипломды сіздерге өзімнің қолыммен беріп жүретін едім. 10 жылға жуық осы институтты басқардым. 20 мыңға жуық түлек осы біздің институтты бітіріп, қазір еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жатыр. Бүгін мінекей сіздерге осы институттың биылғы жылы түлектеріне біз осындағы Мұқаш Ескендірұлы, Мұқаш Зұлқарнайұлы Ескендіров ағамыз екеуміз бірге сонау Астанадан келіп отырмыз. Енді біздің түлектерімізге мен не айтамын? 4 жыл бойы жақсы білім алдыңыздар. Сіздерге біздің профессор оқытушылар құрамы жақсы білім берді, жақсы тәрбие берді. Сіздер осы алған білімдеріңізді енді осы егеменді еліміздің одан ары қарай дамуында, экономикасының дамуына, еліміздің өркениетті елдер қатарына кіру жолындағы әртүрлі сындарлы жолдарында сіздер еңбек ете білулеріңіз керек. Осы білімдеріңізді сіздер осы жолы көрсете білулеріңіз керек. Сондықтан, құрметті шәкірттер, түлектер, сіздерге ақ жол тілеймін. Осы еліміздің ғылым саласында, білім саласында, жалпы еліміздің дамуында сіздердің атқарар жұмыстарыңыз өте үлкен, орасан зор. Қазіргі уақытта мынау жаңа Қазақстанда, әділетті Қазақстанда бастап келе жатқан, соның біте қайнасқан бір бөлігі болып келе жатқан сіздер, жастар, сіздер. Сондықтан болашақ сіздердің қолыңызда. Алдағы уақытта осы біздің институттың студенттерімен үлкен белестерді бағындыру жолында көргім келеді. Тағы да бір тілейтінім, осы бүгінгі іс-шараға біздің осы түлектеріміздің ата-аналары, туған-туысқандары, жора жолдастары келіп отыр. Сіздер де осы өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың осы бүгінгі жетістіктеріне бірге қуанып, осы еліміздің әрбір кірпішін осы біздің балаларымызбен бірге қалап, әділетті Қазақстан құру жолында сіздермен бірге боламыз деген ниет білдіргім келеді. Жас түлектер, сіздерге ақ жол, әрқашан үлкен биік белестерді бағындыруды сіздерге нәсіп етсін.